Жоңғар ордасы біржолата құлағанда 1757 жылы Түркістандағы хан кеңесінде Әбілмәмбеттің баласы Нияз аталықтың тәрбиесінде болған Әбілпейіз сұлтанды қалмақтан босаған ұлан-ғайыр кең алқапқа басшы қылып тағайындайды. Осылайша кезінде өз Абылай үшін аманатта отырған Қарақалмақтың жұртына иелік жасау Әбілпейіздің пешенесіне жазылыпты. Әбілпейіз осы тапсырмамен Түркістаннан алдымен Шұбартау, Шыңғыстауға келіп түскен. Өмірзақ аталық бастаған Мамадайыр Мамашықтар мен Жаназар Батыр бастаған Желден Тайшы топтарына аса жауапты міндет Әбілпейіз сұлтанды қорғап Күнгей Саяққа апарып орда құру тапсырылды. Әбілпейіз ордасын қорғауға алған топ өз міндетін абыроймен орындады. Әбілпейіз сұлтан қазақтың шығыс шекарасын ертіс пен Іленің басына дейін алып барды. Солардың арқасында біз қазір Жетісу, Алтай мен Тарбағатайға иелік етіп отырмыз. Аталық әулетінің шежіресінде сонан арғынның басқа балалары елге қайтып, Мамадайыр Мамашы қалмақтан кек аламыз деп төре қолмен бірлесіп қалып қойған. Сонан Қарқаралы дуанда өсіп-өніп бір ұлы ел болып тұрып қалған делінеді. Мамадайыр Мамашықты Әбілпейізге төлеңгіт қылып қосып жіберу Арыстан аталықтың қара шаңырағына ие болған барқы балаларына да оңай болмаса керек. Заманында Нияз аталықпен бірге жүрген інісі Итқара батырдың тұқымы Қаңтарбай батыр қайтыс боларында баласы Исаға Мамадайыр Мамашықты іздеуді өсиет айтып кеткен екен. Иса Қаңтарбайұлы 1897 жылы Шұбартау төлеңгіттерінің ел ағасы болған Өмірзақ тұқымы Оспанқұлға жазған хатында осы мәселені аңғартады. Қаңтарбай биыл Рамазан шәріпте дүниеден қайтты. Бұл кісі өлерінде бізге насихат етті. Қарқаралы дуанында Мамадайыр Мамашық біздің тұқым деп, осы сөздің нұсқасымен Оспанқұл мырза сізге хат жазып отырмыз. Шамасы қара шаңыраққа ие болып қалған барқының есті балаларының ішінде Мамадайыр Мамашықтың елден жырақ кетуіне өздерін кінәлі сезінгендей сезім болған. Исаның хат жазар уақытындағы деректерге қарасақ, барқы тұқымынан Ортау, Ақтауда 1500 үй болса, Шұбартауда Мамадайыр Мамашық 1000 үйдің мұғдарында болған.